Қайырлы күн оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қызым-ау, тұра ғой енді. Түс болды шырағым. Жата бересің бе? Істейтін тірлік көп деп, сүлгіні иығына аса кірген Айман қызын осымен 3-ші рет оятып тұрған еді. Ой, мам, бір демалыста ұйықтайыншы. Әлі ерте ғой. Қандай демалыс? Бүгін жұма. Ауруханаға барып Аянның құжаттарын алып кел. Результаты дайын болған шығар ендігі деп, іштей күбірлеп сөйлеген Айман ас үйге қарай бет ала. Айгүл керіле тұрып бетін жуып киініп те үлгерген. Сөмкесін мойнына асып жатқан Айгүлге насып, шайыңды ішіп алсаңшы. Жүре сөйлеген Айгүл, мам, бүгін қыздармен кездесеміз. Айжанның туған күні, соны атап өту үшін қалаға түсеміз. Сол жерден кафеге отырып тамақтанамыз ғой. Дауысы үзіле сырттан естіліп жатты. Жақсы, тым кешке қалма, абайлап жүр. Жарайды, мам. Келесі көшеде телефонымен селфи жасап жайбарақат келе жатқан Айгүлдің алдынан есігі сырғып ашылатын ақ машина тоқтай қалды. Жан-жағына жалтақтай қараған дәу қара жігіт машинадан аяғын шығармастан басын қылтитып, қарындас, Жомарт мырзаның үйі қайда екенін білесің бе? Айтып жіберші. Ойында ештеңе жоқ Айгүл өз ауылының адамы емес екенін аңғарып, мектепте күзетші істейтін Жомарттың үйін түсіндіріп жатты. Аға, қазір оңға, сосын тіке жүресіз, сосын солға бұрылғанда сары үй. Сөзін соңына жеткізбеген дәу қара қолын созып жол көрсетіп тұрған Айгүлдің қолынан тартып, итере машинаға отырғызып, жанталаса есік жауып жатып водительге «Поехали» деп еді. Ойық жолдарға қарамастан көзіне ашки таққан жасы 40-тан асқан орыс жігіті машинаны селкілдетіп жүріп кетті. Не болғанын енді түсінген Айгүл жұлқынып, айғайлап, көмек сұрап қашуға бар күшімен тырысып көріп еді. Дәу қара мен ұзын сары жігіттің ортасынан сытылып шығып кете алмайтынын түсінген соң басқа малға көшті. Істеген істерің үшін жауап бересіңдер. Милицияда ағам істейді. Олардың қорғаушы жігіттері бар. Сендерді тауып алып, жазаларыңды береді. Осы жерден түсіріңдер. Әркім өз жолымен кетсін. Сонда ешқандай проблема болмайды. Екеуіне айтқан сөзі шыбынның ызыңындай әсер етпеген тәрізді. Бір-біріне қарап мырс етіп күлді де өздерінің әңгімелерін бастап кетті. Нема, кеше гол күшті болды, Астана командашы жақсы ойнайды. Одан әрі екеуінің әңгімесі естілмегендей күбірге айналып кетті. Бар ойы күтпеген жағдайдың шешімін табу болатын. Қалың ойдың шырмауынан машинаның сигналы селк еткізді. Қайта-қайта сигналды басқан водитель машинаны айналдыра абыр-сабыр адамда жиналған шағын бейтаныс үйдің алдына тоқтатты. Есікті шегіне дейін ашқан дәу қара мен ұзын сары секіре түсіп, жиналған ауыл адамдармен амандасып, кейін бір топ болып тұрған жігіттермен бастарын түйістіріп амандаса, бір-бірін жұлқылай күресе кетті. Арасында дәу қара бұлшық еттерін көрсетіп мақтанып қояды. Бір қызды машинаға сүйреп салғанын арыстанның басын алғандай абырой көреді ме қалай? Іштей ызаға булығып отырған Айгүлге осындағы адамдардың бәрі көзіне жауындай көрінді. Осындайда бір тілегін орындайтын сиқырлы күш болса ғой, бірден дәу қарадан бастап кегін алатын ба еді. Әркім өз ісімен әлек. Баласы да, иті де жарысып абыр-сабыр кейде. Бір әйел қолына оқтау алып жүгіріп жүр. Енді біреуі баласын бір затқа жұмсап, жатқанын басын изеп, көзін ашып жұмып, ернін шұңқыра сілтеп сөйлегеннен аңғаруға болады. Осы сәтте тәрелкеге конфет салып ұстаған әжей, томпақ қара көзі бақырайған қолында орамалы бар әйел жанына арықтау келіншекті ертіп, машинаға қарай жақындаған еді. Ұзындау келген келіншек машинаның есігінен басын тығып, қабағын түйіп көзін сығырайды. Отырсын қара, түс бері. Сені ғана алып қашқандай тегі. Қайта рахмет айт, жақсы жерге келдің. Бір апта бұрын Тұрсынбайдың үйіне де келін түсті. Вот, соған обал, үйінде дымы жоқ кедейге келді. Ал сен түскен үйде зато 2 сиыр бар. Президентіміздің өзі 2 сиыр айран 2 қатын ойран деген. Сиырды сауып, айран істеп ішіп, артылса сатып отырасың. Вот, например, мен дей бергенде домаланған қара ел сөзін біліп, тұршы былай аузың жабылмай, жарты сағат өзіңнің тарихыңды айтып тұруға уақыт жоқ. Әрі қарай Айгүлге қарап жұлқынып, түкірігін шаша тез-тез сөйлеп кетті. Айналайын шырағым, ешкімге назар аударма. Басы қатты болса аяғы тәтті. Жақсы күніне келіп отбасына келдің. Қыздың мақсаты кету. Осы ауылға келген келіндер ешқашан жаман болған емес. Үйренісіп ойнап қалжыңдасып кетеді.
Сен де жаман болмайсың. Енең жақсы адам, аузынан шөп алмайды жуас. Ой, не деп кеттім. Қалай еді? Деп сұраулы көзбен жанындағы ұзын ақ сары келіншекке бір қарап. Білмесеңіз мақал айтып неңіз бар? Қой аузынан шөп алмайтын жуас дейді. Жоқ, ешқашанда. Өлсем де осында қалмаймын. Менің ағаларымның кім екенін білмейсіздер. Осы істеріңізге өкінетін боласыздар. Милицияға үстерінен арыз жазамын. Осы ауылдың милициясы осы үйдің туысы. Біліп қой, деп ұзын ақ сары келіншек мұрынын шүйіріп. Бағанаға екеудің мырс етіп күлгені енді белгілі болғандай. Ой, тұрайық енді. Осында әләуләйлем қаләуләй деп қолынан тартып түсіре беріңіздерші. Кеште болды. Үйде бала шаға бар деп итермелеп келген ұзын ақ сары келіншек Айгүлді қолынан ұстап сыртқа тартқылай бастады. Ашумен бой бермесе де қатқан білекті екі әйелдің күшіне шамасы жетсін бе? Екеуі екі қолмен тартқылағанда машинадан сыртқа бірақ шықты. Айгүл шығысымен ақ біреуі орамал жауып, әжей шашу шашып, колонкада музыка қосылып, конфетке таласқан балалар, сырттан үрген ит дауысы, келін көруге қаумалаған адамдар, айғай-шу басталды да кетті. Жиналған адамдар бірінен соң бірі артынан итермелеп үйге бірақ кіргізді. Енді назын кімге айтсын? Бақырып шағырғанмен, олар көп, ол жалғыздың үні шықсын ба? Босаға аттадың, енді кетсең анаңды жерге қаратасың. Кейін есік көрген қызды ешкім қарамайтын болады. Кәрі қыз атанасың деген әйелдердің даусы әлсін-әлсін құлағына келіп жатты. Бәрі қорқынышты түс сияқты. Бағанадан арпалысып, тартысып әбден шаршаған ол қарны ашып шөл қысқанын енді сезді. Таңертең анасы оятып, басынан жұмсақ қолымен шаштарын сипағаны, ас ішіп алсаңшы дегені ойына оралып, көзіне еріксіз жас келді. Өзінің емес, анасының атына сөз келмесін деп еріксіз көнген еді. Ол шудан ойын жинақтап үлгермеген сәтті пайдаланып, қолына өз еркіммен келдім деген хатты да жазғызып алған болатын. Дастарханда жайылып, кәрілер бөлек келін отырған үстелге жастары бөлініп жайғасып жатты. Бұл уақытта қыздың анасына қалың малын беріп, екі хабаршы адамды жіберген еді. Шашы қара арықтау келген бір жігітті достары артынан қағып, Айгүлдің жанына жайғастырып жатты. Бәрі орнын тауып отырған соң, бағанағы дәу қара жігіт сөз бастап кетті. Атым Абай, руым Қыпшақ, өзім қара, сөзім дарамен боламын. Мен боламын тамада. Ат үстінде ойнақтаған, көкпар тартып қой баптаған Жәнібек деген жігіт жолдасыңыз болады деп, арықтау келген шашы өсіп, қолдары тілімденген, жанында отырған жігітті меңзеп. Өзінше қалыңдық алуға дайындалған қыртысы шыққан көйлектің сыртынан қолқылдаған костюм киіп, шашын сулап бір жағына қайырып қойғаннан байқауға болатын еді. Тамада жігіттің таныстырғанына қыздары күліп қояды. Әке шешесі, ағайын туысы шешім шығарып, достары қыз алып бере салғанға мәз. Өзі бір істі шеше алмайтынын бар болмысы көрсетіп тұрғандай. Бойы да, ойы да бар әппақ жүзді арықтау биязы келген Айгүл алып қашпағанда мына жігітке көз қиығын салмасты еді. Тамада жалғастырып, бәрін таныстырып жатты. Қайсы бір есінде қалсын. Ұзын сарында ғана кластасы екенін білді. Жанындағы қыз жолдас болып отырған қызға қалыңдықтың аты жөнін сұрап таныстырып беруін өтінді. Басын еңкейтіп құлағын тосқан қыз Айгүлдің аты жөнін, руын білген соң достарына толығымен таныстырып жатты. Ары қарай домбырамен ән айтты, күй шертілді, ойындар ойнатылды. Сәл уақыттан кейін ет те дайын болған еді. Кеште батқан болатын. Айман ұлы оқудан келген соң кешкі астарын ішіп отырған еді. Айгүл бүгін құрбылармен кездесеміз деген еді. Звондап қалын біліп қойшы дейді. Янышым қазір. Айгүлдің телефонына қоңырау шалғанда Аян аң-таң. Ар жағынан Ләззат апайдың дауысын естиді. Алло, Аянсың ба? Иә, мен ғой апай. Бұл телефонды жұмыстан келе жатып жолдан тауып алдым. Айгүлдің телефоны екенін суретінен байқап, қалтасынан түсіп алған шығар. Өзі хабарласып алып кетер деп отырған едім. Айгүл үйде ма? Жоқ, әпкем достармен кездесуге кеткен. Онда сен келіп алып кетерсің. Мамасына мән жайды түсіндірген Аян Ләззат апайдың үйіне келеді. Үйден шамалы ұзай бергенде
бір ақ машинаның үйлерінің алдына тоқтай қалғанын байқайды. Ағайын туыстың бірі болар деп әрмен қарай жүріп кетті. Айгүлдің телефонын алып, жолды теуіп өзімен өзі секіріп әндете Аян үйіне де жетеді. Үйге кіре анасының ойбайлап жылаған дауысын естиді. Босағада тұрған екеу, біреусінің бас киімі анасының алдында жатыр. Үйге кіре берген Аянды анасы құшақтай алып, бітті, бәрі бітті. Бұлар Айгүлді алып қашыпты, қашшадай ғана қызды. Құдайым-ау, қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? Есі дұрыс адамдар қыз алып қашама, төбесінде шашы жоқ, ақ мұртты арық келген аласа бойлы өзін ағасы Серікжан боламын деп таныстырған жігіт басын еңкетіп апайдың алдында сабақ айтып тұрған баладай кібіртіктеп, құдағи, бір ашуыңызды бізге қиыңыз енді. Ауыл ағайын туыс болып жиналған 1 миллион ақшамызды бір ат сізге арнайы алып келдік деп, конвертке салынған ақшаны екі қолмен дірілдете Айманға ұсынып, алдында тұрған адамның әрекетіне, сөзіне таңдана қараған ол ернін жыбырлатып іштей, жіберген адамның түрі мынау, қандай жерге барған қайран қызым-ау деп, көздеріне жасы ерексіз ағып аузын баса. Айман бір сәт тына қалып, сендер не қызымды ақшаға сатып аламын деп отырсыңдар ма? Әкелген ақшаңды қалтыңа салды, кетіңдер үйімнен. Бәрін сырттай бақылаған Аян, анасы көп уайымға түссе, қан қысымы көтеріліп кететінін жақсы біледі. Анашым, уайымдамаңыз, қазір бәрін шешеміз. Болар іс болды. Ұлым, мыналарға кеттеші, кетсінші үйден. Неғып тұрсыздар, кеттеді ғой сіздерге. Бір-біріне қарап ыммен сөйлескен екеуі ештеңені шеше алмайтындарын түсінді ме, жаймен шығып кетті. 5 минут өтпестен жаңағы ежектен сөйлейтін Серік ағасы есіктен сығалай кіріп, бас киімін қалып кетті деп жерге жатқан бас киімін алып қағып басына кие Айманға көзін шыбықтап бір қарап, сау болыңыздар деп артқа айнала бере есікке соғылып далаға шығып кетті. Ұлының алдына басын сүйеп отырған Айман, ұлым, енді не істесек екен? Нұрсұлтан қаласындағы нағашы ағаңыз. Жарайды мама, бір шешімін табамыз, алаңдамаңыз. Нағашы ағам мен жеңгей келсе, үшеуміз қуғыншы болып бара береміз ғой, сізге онда баруға болмайды, құлап қаласыз. Жоқ, ол не дегенің? Қызымды опасыздарға беріп қойып, тыныш отырады дейсің бе? Сен бармайсың. Жақында тапсырған анализ әлі белгілі болған жоқ. Үйде отырасың. Тез хабарлас. Түнімен жолға шығып кетуіміз керек. Болмаса көршілерге айтамын. Нағашы ағасына бірнеше рет қоңырау шалған Аян ақыры сөйлесе алмады. Айман қайта-қайта ағасына хабарласып, уақытты жоғалтудың мәнісі жоқ екенін түсініп, көршісіне қарай беттеген еді. Тамақ ішіп болып, зал үстіндегі диванда түсін шұқылап шалқасына жатқан Болат балаларымен улап-шулап 2 жұлдыз ток-шоуын көріп отырған еді. Кеш батып, қараңғы түскенде ас үйдің терезесін біреу тасылдатып қаққанда бәрі елең ете қалды. Болаттың аяғын алдынан ысырып жатып, кім болды екен дегендей, қараған әйел аяқтарын айқастыра басып, өзімен жарысып келген балаларына кейін тұрыңдар шыраспай деп, терезенің пердесін көтере бергенде, маңдайына ақ орамалды айқастыра байлаған, үстіне күлгін халатты іле салған, көздері жылап ісіп, беті қызарып кеткен Айманды көріп, ой, деп шошып кетеді. Күйеуі әйелінің шошығанына алаңдап, кім екен дегенше, Айман да үйге кіреді. Не болғанына таңырқаса да, білуге асыққан Болаттың әйелі Айманды үйге сүйеп кіргізе орындыққа отырғызып, стаканға су құйып беріп, арғы-бергі жағына өтіп жалпақ қағады. Аз болса да, өзіне келген Айман Болатпен әйеліне болған жағдайды жіпке тізгендей айтып береді. Сол, сендерге арқа сүйіп келдім, қызым жетімсіреп қалмасын деп. Болат, енді Құдай қосқан көршімсің, көмектес, Алладан қайтар, шарасыз ананың өтініші деп қабылды. Болат май қарынын қасып қойып, майкасын түсіре сөйлеп, уайымдамаңыз Айман, керек десеңіз дәл қазір шығып Айгүлді әкелеміз. Қанша жылдан бері көршіміз ғой, ағалы қарындастай болып кеттік. Сенде жинал, деп әйеліне бұйыра сөйлеп. Рахмет саған Болат, талай көмектестің, Алладан қайтсын. Сендер дайын болғанша, мен де үйге барып киіне берейін. Айман кете салысымен Айгүлге обал болыпты. Тым жақсы қыз еді деп, аяушылық білдіргендей күйеуіне бір қарап. Бір жағы, ертең ауылдағы әйелдерге әдемілеп тұрып жеткізетін өсек тапқанына шаттанып қояды. Қазақ шай ішпесе бас ауыратын еді, бұл бір күн өсек айтпаса
бас ауыратын болды. Қандай жаңалық болмасын, ауыл әйелдері осы Болаттың әйелінен бірінші еститін еді. Оның сетсіз телефон деген аты да бар. Айтпайын десе де свежий өсектер өз аяғымен мұның үйіне келеді ғой. Қалай шыдасын? Киімдерін асыға киіп жатқан Болат өзімен өзі мәз болып жүрген әйеліне: несіне езуің жыртылып жүреді сенің? Тез киінде нәскемді тауып бер. Назымға ескерт, бауырларына қарап отырсын. Есікті сыртынан кілттеп кетеміз де. Енді Айгүл кетті екен деп жылаймыз деп іштей күбірлеп сөйлеген Ораза үнсіз күйеуінің айтқандарын орындауға көшіп. Айман осы Болаттан көп жақсылық көріп еді. Өткен жылы жалғыз ұлын мектепте бұзақылар соққыға жығып кеткенде де осы Болат емес пе мектепті аяғына түк тұрғызып бұзық істегендерді Аянның алдына біртіндеп кешірім сұраттырған. Содан қайтып ешкім Аянға беттеп келген емес еді. Ал бүгін қызына араша түспек. Қорғансыз әйелді көршісі арқылы қорғап отырған Алланың өзі сияқты Айман оны жақсы сезеді. Үйіне кіре ұлына қарап: нағашаған хабарласып жатса, мән-жайды түсіндір. Айгүлдің телефонын маған беріп қой. Қазір Болат әйелі үшеуміз жолға шығамыз. Бағанағы екеудің айтысына қарағанда ол ауылда алыс емес сияқты. Болат та бірнеше рет іс шаруаларымен барыпты деп Айман асығыс жинала. Анашым, мен де барсам қалай? Бәлкім бір керегім болып қалар. Дайын машина, үйде алаңсыз отыра алады дейсіз бе? Жоқ, болмайды. Сен осында боласың дей бере, сырттан машинаның сигналы естіліп жатты. Айгүлдің телефонын қалтасына сала, жүрек киінген Айман ертелік жатып демал деп сыртқы есікті итеріп жауып жатып. Айман сұр машинаның артына отыра салысымен жүріп кетті. Айдаладағы сүрлеу жолмен түн ортасында сұр машинаға жүйткіп келеді. Кейде секіріп, ырғалып жүрсе, кейде төмен қарай зымырай кетіп қайта жоғары шығады. Болат жартылай ашылған терезенің әйнегімен қолын сыртқа шығара, темекіні аузына толтыра тартып, сыртқа қарай үрлеп, демін ішке тартып қояды. Үнсіздік. Үшеуі де машинаның радиосына қосылған флешкаға жазылып қойған терменің даусына құлақ түргендей. Машинаның жарығынан қирап қалған үйдің сұлбасы көріне бастады. Жеттік деп басын көтере, мұрнын тартып, екі қолын машинаның руліне қойған Болатты қимылы екеуін елең еткізді. Осы сәтте күткенінен жақындаған сайын қобалжыған Айман неден бастайтынын өзін іштей дайындап келеді. Шағын ауылдағы үйлердің арасымен жүріп келеді. Машинаның жарығын қарап, үрген иттер болмаса, көше бойы тыныштық. Екінші көшеге өте бергенде аяғын теңселе басып, қара шапқаны басып киген жанында біреуі, екі қолда қалтаға салып шемпірінің замогын аузына дейін көтеріп алған екеу көрінді. Болат жандарына тоқтай, терезесін ашып: бүгін келін түскен үйді білесіздер ме? Иә, білгенде қандай? Қазір ғана сол жерден келеміз деп, қара шапқаны көзіне дейін басып киген жігіт тілі бұрылып әзер сөйлей. Қалай баратынын айтып жіберші. Шапқадағы жігіт теңселіп тұрып, қолымен жолды нұсқап, қазір біраз жүргеннен кейін дей беріп еді, жанындағы сөзге араласып: брат, әр заттың өзінің ақысы болады. Чекушкаға аз-маз бірдеңе берсе деп, шалбарының қалтасынан қолын шығара, ашық тұрған машинаның терезесінен басын еңкейтіп сығалай. Жәй кез болса Болат екеуін сілкіп, естерін жиғызар ма еді. Қазір өздері асығыс болған соң, көп сөзге келмей, машинаның алдындағы шағын коробкадан бірнеше тиын алып беріп жатып: қалай баратынын тездетіп айтып жіберсең, асығыс едік. Аузына шемпірінің самаugын тістелеп, басын еңкейте қолын алған 2-3 тиынның көзін алмай санаған жігіт біраз жүрген соң, сол жағындағы үй, машина жүре Болаттың әйелі шыдай алмай сөз бастап: осындайлар ғой қаршадай қыздарды опасыздық жасайтын, жұмыссыз сандалып жүреді-ау, ішіп кетеді. Ішкен адам не істемейді? Бұндайларды заңмен арнайы органдарға қаматып тастау керек. Роза сөзін аяқтап үлгерместен сұр машина есігі ашық бағанағы ақ машина тұрған забордың ішіне кіре тоқтады. Далада топтасып темекі шегіп тұрғандардың темекісінің шоғы жоғары көтеріліп, аузына апарғанда қатты қызара жанып төмен түсіргенде бәсең дегені ғана көрініп тұрды. Сұр машинаның тоқтағанын байқап қалған бір топ жігіт жан-жаққа тарқасып кетті. Бір-екеуі үйге кіргені есікті ашып жатқандағы үйден шыққан бу мен жарықтан көрінді. Енді бір сырттағы туалетке қарай беттесе, тағы бірнешеуі заборды айналып шығып кетті. Машинадан үшеуі түсе, үйге бет ала бергенде даланың жарығы жанып, үйден бірнеше әйел қатарласа шыққан еді. Үстінен тамақтың иісі шығып,
Қызара бөрткен томпақ әйелі сөз басып, о құдалар, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерді асыға күтіріп отыр едік. Қыз бергеннің назы бар дей бергенде Айманды ашу қысып, ешкім сендерге қызын берген жоқ. Қай беттермен тұрсыңдар? Сөз шығындауға келген мен емес. Қызымды шығарыңдар. Әйтпесе әңгіме басқаша өрбейді. Тек шығарыңдар қызымды. Айгүл, қайдасың қызым? Айгүл, бар досымен айғайлаған Айман шыдамай ерні дірілдеп айғайлап жылап жіберді. Айманды аяп кетті ме Болат? Сөзге араласып, Айгүлді шығарыңдар, аламызда кетеміз. Осымен әңгіме бітеді. Іс өздері қалағандай болмаған соң, соңында үнсіз белін таянып тұрған әйел үйге жүгіре кіріп, көп уақыт өтпестен Айгүлді ертіп келеді. Басында ақ орамал тағып, үстіне қызыл қалатты киген қызын көріп, Айман бас салып құшақтап жылап жіберді. Екеуі құшақтасып біраз тұрған соң, Айгүл анасына жұбата арқасын сипап, «Мам, қатты уайымдамаңыз, қан қысымыңыз көтеріліп кетеді. Бізбен бірге кетесің ғой, ә? Бұл жерде 1 секундта тұрудың керегі шамалы. Кеттік» деп қызының қолынан тартып сүйрелей бергенде, Айгүл жүрмей қолын тартып кейін шегіне. «Жоқ, мам, мен бірден осы үйдің босағасын аттаған екенмін. Басқа малым жоқ. Енді кері шегіне алмаймын. Кешіріңіз мен. Өтінем, кешіріңіз. Мына қыз не деп тұр? Болат, Роса, естідіңдер ме? Бұл қыздың басы айналып қалған ба? Біреу дуалаған ба? Болмаса қорқытқан. Дәл солай деп Айман ашуланып, шаштары үрпиіп, көздері бақырайып, соқтана қызын ұстап сілкілей. Есіңді жи. Не айтып тұрғанды естисің бе? Мен оған жол бермеймін. Айманды, Роза сабырға шақыра, тынышталыңыз. Қазір асықпай шешетін боламыз. Айгүлді босатып жатып, Айгүл қолдарын уқалай, «Мама, менің басқа малым жоқ. Естимісің? Қызым, сені түсінем. Қорқып қалғансың ғой. Енді мен қасыңдамын. Керек десең милиция шақырамыз. Әрі Болат ағаң жаныңда. Ештеңеге қарама, қорқпа. Үйге кеттік. Бізді аян күтіп отыр. Бәрін ұтып бұрынғыша өмір сүреміз. Мама, олай болуы мүмкін емес. Жағдай қалай бар солай қабылдаңыз. Кейін мен сіздерге өзім барып тұрам». Жоқ, ол не дегенің, қалайша? Сенің дәрігер болып мені, ініңді өзің емдейтінің қайда? Әкең аурудан көз жұмған соң, сен дәрігер болуды армандағансың. Қалайша бәрін ұмыттың? Неге айырбастап жатырсың? Не десеңіз де, мен осында қалам. Басыма жазылған тағдыр шығар. Батаңызды беріңіз. Неден қорқасың? Елдің өсегінен бе? Керек десең көшіп кетеміз. Сенің тағдырыңа мен жауаптымын. Шешімді мен қабылдаймын. Кеттік. Айман қызын жұлқылай тартып жатқанда, сыртта тұрған келіндердің бірі сол үйдің ақсақалы мен кемпірін шақырған еді. Таяққа сүйене, басын тақия үстіне кеудеше киген ақсақалды қария кемпірін ерте жиналғандар ортасын ашып беріп сәлем салған келіндерге батасын бере, Айман мен қызының жанына келіп таяғына сүйене, «Айналайын, Айманжан, сені ана ретінде жақсы түсініп тұрмын. Қызыңды аялап, бағып-қағып өсірген соң тағдырын алаңдайсың. Өте орынды. Алып кетсең де саған өкпе артпаймын. Егер тағдыры осы деп қолыма аманаттап кетсең, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай қарайтын боламыз. Біздің бала келінді көріп білместен алғызып келген екен. Балаларды бұрыннан танысып, араласып жүріп өз еркімен келген екен деп ойлап едік. Мән-жайды кемпір айтпаса, хабарым болмаста еді. Сен келмей тұрғанда Айгүлге, «Қарағым, егер кетем десең, машина бар, сені жеткізіп тастайды. Бір түсінбестік болыпты» дегенімде, Айгүл еш ойланбастан өз еркімен қалатынын айтқан еді. Біз біреуді қинап ұстаудан, адамдардың көз жасын арқалаудан Алладан қорқамыз. Жасымызда келді. Кететін жеріміз де белгілі. Сенің қай шешіміңе де ризамын. Алып кетем десең, осы жерден машинаға салып жіберуге дайынмын, деп ата сөзін аяқтайды. Атаның сөзіне кейін сәл тыныштық орнап, Айман көз жасын сүрте қызына қарап, «Көрдің бе? Сені ұстап тұрған ештеңе жоқ. Соңғы рет сұраймын. Менімен еріп кетесің бе? Осында қаласың ба?» Айгүл біраз жерге қарап, шытының ұшын қолымен бұрай, «Осында қаламын» деді. Айман қимай, қайта-қайта сұрап еді, Айгүл айтқанынан қайтпады. Басқа малы қалмаған Айман қарт атаға қарап, «Қызым келісіп тұрса, менде не шара?
деп көзі жасаурап, даусы дірілдей. Жүрегім ауырса да көнемен ғой, бірақ өтінішімді орындауға уәде беріңіздер. Ата таяғының басын көтере, не айтсаң да қолымнан келгенше орындауға уәде беремін. Егер соңғы шешімің осы болса, қалған әңгімені үйде жалғастырсақ қалай? Айман үнсіз басын изеді. Бәрі шуласып кетті. Айманның қолынан ұстап, Болатты біреуі ертіп, Розаны жетектей, улап-шулап үйге кірді. Дастархан жайылып, таныстық басталып кеткен еді. Күйеу баласымен танысқан Айман бір түрлі іштей қызын аяп, ертіп кетпегеніне өкінгені мен тым кеш болатын. Әдемі қызын мынандай жігітке беремін деп ойламаса керек. Ішінде бір өкініш пайда болғандай өзін жайсыз сезінді. Уәдені ертерек алып қалуға тырысып сөз бастаған еді. Қызымның арманы дәрігер болу. Арманына балта шаппай, Нұрсұлтандағы оқуын жалғастыруына мүмкіндік беріңіз. Оқытамыз. Тойы біткен соң, Алла қаласа 2 баланы Нұрсұлтанға жіберейік деп отырмыз. Біздің балада қолынан келгенше арнайы курс оқып, жұмыс істейтін болады. Қолымызда 2-ші ұлым мен келінім тұрады. Олар осы ауылдан кеткісі жоқ. Алдындағы етті тәлкеге салып, жеп, қолының саусақтарын жалап отырған қарны шыққан денелі қара жігітті меңзеп. Ұлым Асқар, осы ауылдың милициясы. Келінім мектепте қазақ тілінің мұғалімі болып істейді деп, бағанағы Айгүлдің қолынан тартып түсірген, ыдыстарда ары-бері тасып жүрген ұзын сары келіншекті нұсқап. Саған күйеу бала болып отырған кенже ұлым ғой. Оқуға түспей қалған соң кемпір екеуміз ақылдаса үйге де мал шаруаға да адам керек болып алып қалған едік. Келер жылы тапсырады деп жүріп, уақытын өткізіп алды. Артық сөзі жоқ, қолынан көп тірлік келеді деп, бағанағы шашын бір жағына қайырған арықты қыртыс көйлектегі күйеу жігітті таныстырды. Шай тамақ ішіліп, таныстық аяқталған соң, таң қылаң бере құдағилары кетуге жиналды. Бағанағыдай емес, көбі үйлеріне, мал шаруаларына кетіп, осы үйдің адамдары ғана қалған екен. Ұйықтамағаннан есінеп, меңзе күйде жүрген адамдар. Таңның ағарып атып келе жатқаннан терезеден түскен жарық үйдің әр жерін анық көрсетіп тұрды. Жан-жағына енді ғана назар салып қараған Айман әр затты мұқият көзімен шолып шықты. Шағын үй, қабырғаға ілінген кілем, бір бұрышта плазма телевизор, әйнек төмпешікке қойылған. Бір қабырғада беті әйнек шкаф, ішінде хрусталь ыдыстар. Түнде шай тамақ ішкен кесе, тәлікелерді бір жерге үйіп жинай беріпті. Ішінде майы қатқан үлкен кастрөлдер пештің үстінде түзулі тұр. Жерге шашудан қалған конфеттердің қағазы шашылып қалыпты. Үйінде бір кесені жуғызбай өсірген қызы осы тірліктерді істеуге мәжбүр екенін ойлап бір күрсінді. Құдағиын шығарып салу шайы деп бәрі қайтадан дастарханға жайғасты. Шай үстінде қария сөз бастап, ана сүті деп Айманға 1 миллион теңге конвертке салып ұстата, қосымша ұлына ат мінгізгенін жеткізді. Еріп келген Болатқа шапан жауып, әйеліне көйлек кигізіп, таңның атысымен дастархан басында бата беріп, бәрі тұрып құдағиын шығарып салуға жиналған еді. Айман қызын құшақтап жатып, аман бол, бақытты бол, өзіңе қара, шашып қалма. Жаныңдағы күйеу баласыңды қолына ала қызы. Қызымның тағдыры сенің қолыңда. Өзіңе аманаттап кетіп барамын. Көз жасын көрмейтін болайын. Бақытты қыл. Ол үшін қолыңнан келгенін бәрін жаса. Қорған бол. Деп құлағына сыбырлай, машинаға отырып жатып, күртешесінің қалтасында Айгүлдің телефоны есіне түсті. Телефонды алып қызының қолына ұстата бергенде, ана мен қызының арасында бір қимастық сезім оянып, бір-біріне қол бұлғап іште жылап қала берді. Сұр машина Айманды қызынан алыстатып зымырап келеді. Басын орындыққа қисайтып, сәл ашылған машинаның терезесінен ирелендеп артта қалып жатқан табиғатқа көз тастап, сансыз сұрақпен арпалысып, қызының бөпекесін елестетіп келе жатқан еді. Алдыңғы айнаны өзіне қарай бұрып дұрыстаған Болат, Айманның ойға батып келе жатқанын аңғарып, сөз бастай, бұлай жақсы адамдар сияқты Айгүлді оқытамыз деп отыр. Күйеу балада момын артық қылығы жоқ. Роза да сөзге араласа,
төс қалтасынан темекі алып аузына салып жатқан Болатқа қарай, бастысы ішпейді шекпейді екен. Мен қашан ішіппін, темекіні арасында ғана тартамын деп бір қолымен машина айдап, бір қолымен шылымды тұтатып жатып, сағат сайын тартасың. Не әдет осы? Анау-мынау емес қымбатын сатып аласың. Бір күнде бір пәшкесі кетеді. Күніне 500 теңге көкке ұшырып отырсың. Тастап кетуге болады ғой. Өкпеңде не қалды десейші. Уақыты келгенде тастаймыз. Сен алып беріп жатқан жоқсың. Еркектердің тірлігіне араласпа деп машинадағы ойнап жатқан музыкасының дауысын қатайтып. Ұшқан құстай тез жеткен сияқты. Айман кобойдың үстінде басы салбырап, үйіне жеткен соң көршісіне рахметін айтып түсіп қалды. Үйге кіре, зал үйдегі диванда ұлы күртеше жауып ұйықтап жатыр екен. Есіктен сықырлап, анасының кіргенін сезді ме, көзін сығырайта ашып, анашым келдіңіз бе? Айгүл әпкем қайда? Қалды сонда. Келгісі келмеді. Әкесі сияқты намысшыл. Елдің сөзінен артынан өсек еретін болған соң, намыстанды деп әзер шыдап келген Айман ұлын құшақтай, көз жасына ерік беріп, өкіріп жылай. Аян анасын жұбата, шашадыңыз ғой, жатып демалыңыз деп, анасын диванға жатқыза, үстіне көрпе жауып, жылап-жылап біраз жеңілдеп, қанша уақыт ұйықтағаны есінде жоқ. Оянса, үйдің іші ала көлеңкеленіп келеді екен. Ас үйдің жарығы жанып тұр. Газде қайнаған шайнектің дыбысы естіледі. Қарны ашып, ішегі шырылдағаны болмаса, өзін сергек сезінеді. Қол аяғын жаза келіне созыла, қонақ бөлменің жарығын жақты. Төрде ілінген қоңыр сағатта көз тастап еді, кешкі 7:30-ды көрсетіп тұр. Түнде арасында оянып, таңды ұйқысыз атыратын күндері көп болған Айманның бірінші рет осыншама сағат ештеңе сезбей ұйықтағаны еді. Бағанағы күйзелістің бірі жоқ. Ештеңе болмағандай өзін жеңіл сезінді. Жуынатын бөлмеге қарай кіріп, бетін суық сумен жуып, айнаға қарай шаштарын тарап, өзін ретке келтіргендей болды. Аздап көздері іскені болмаса, бәрібір қалыпты көрінді. Ас үйге кірсе, Аян тамақ пісіріп, шай қайнатып қойыпты. Ұлы екеуі ентас қатар отыра бергенде, есікті біреулердің қаққаны естілді. Анасын мазалағысы келмеген Аян жүгіре басып, есікті ашқаны сол-ақ екен. Ауылдың кәрі жасы демей, бір топ әйел сауып ете қалды. Шамасы сымсыз телефоннан жағдайды естіп үлгерген сияқты. Улап-шулап, Айманның қолын алып құттықтап жатты. Айман қонақтарын зал үйіне жайғастырды. Шай қайнатып, дастархан жайылып, әйелдердің арасында қызу әңгіме басталып кетті. Кей ересектеу әйелдер өздерінің құдағиларын күйеу баласында сөзге қосып мақтап қояды. Айман әйелдердің кейбір әңгімелерін өзіне қарата айтылып жатқандай қабылдады. Осы әйелдердің арасында құдағи болайық деп қалжың-шыңа аралас әңгіме айтқандары болып еді. Сондайман қызым дәрігер болып қалады, оқыған тоқыған жігітке тиеді деп көкірегін кере жауап беруші еді. Қазір сол әйелдер әдейі Айманның бетіне басып күлу үшін келгендей көрінді. Адамның айтқаны емес, Алланың қалағаны болатынын қалай ескермеген. Артық сұрақтан қашып, тез-тез шайын беріп, қонақтарын жылы шығарып салғысы келген Айман ас үй мен қонақ үйдің ортасында жүгірумен болды. Шайы дайын болып, кеселерге құйып бере, өзі ас үйге бет ала бергенде аузы жабылмайтын, көп сөйлейтін томпақ сары әйел Қадира сөз бастап, құдаларың бізге жақын ауылдан дей ма? Солай десе де болады. Айгүлді алып қашыпты деп ауыл шулап жүр ғой. Қызыңа обал болған екен. Қазір алып қашқандарға заң шыққан, 7-8 жылға кетеді деп естідім. Құдаларым жақсы адамдар. Қызымды күшпен ұстап отырған жоқ. Қаласам алып кетер едім. Оқытамыз деп отыр. Жастар болашақта қалада тұрады. Жағдайды көзбен көріп сенімді адамдар болған соң келісімді бердім. Күйеу балада жаман емес деп Айман келген әйелдерге тіке қарап. Артық әңгіме неге керек? Жастар бақытты болса болды емес пе деп төрде тұрған Нағима апа қостап. Бір кесе шайдан кейін әйелдер жүз көрісіп, құттықтауға келгендерін айтып, асығыс шығып кетті. Келгендерге сөз тауып ауыздарын жаба білгенге Айман жігерленіп қалған еді. Қонақтар кете салысымен ұлына: әпкеңе хабарласшы, қал жағдайын білейік. Үйге келген ауыл адамдарына шай беріп, қолы енді босаған Айгүл інісінің қоңырауына бірден жауап беруге асығып,
сыртқа шығып кетті. Амандық саулықтан кейін анасына жағдайының жақсы екенін айта келе ата-апасы тойға дайындалып жатқанын, бірнеше аптадан кейін той болатынын жеткізді. Қызының дауысын естіп, жағдайының жақсы екенін білген Айманның көңілі орнығып қалған еді. Сырғып сағаттар өте той болатын күнде келіп жетті. Қаладағы ағасы, жеңгесі ұлымен бірге қызының тойына ағасының машинасымен жеткіп келеді. Қара машина бір қабатты ғимараттың алдына келіп тоқтады. Ауылдағы шағын кафенің алдына барлық туған туысы жиналып қалыпты. Той әдеттегі тойлар сияқты басталып жатты. Ақ көйлек киген қызын көріп, Айманның көңілі арада біраз жыл өтті. Жаттығу залында стильді шаш үлгісін жасатқан толықтау денелі жігіт бұлшық еттерін қатайтып, ауыр темірді түсіріп көтеріп, арасында аққан терісін сүрте кішкентай құтыдағы суды қылқылдатып жұтып қояды. Сағатына қарай киім ауыстыратын бөлмеге келіп, кейіне сыртқа шықты. Қара жеңіл машинасына отыра, сырты көк әйнекпен қапталған 10 қабатты ғимараттың астында орналасқан, сырты ерекше ағашпен қапталған маңдайшасына Мәди деп жазылған кафенің алдына тоқтады. Машинасын тұраққа қоя ішке енген еді. Кафенің ішінде жұмыс қызып жатыр екен. Диванның үстінде әдемі көйлек киіп, шашын бұйралай алдына түсірген, еріндері қызыл алмадай, беті ақ мамықтай әйел жүзі күлімдеп 2 жасар ұлына тамақ беріп отырған болатын. Ұлы есіктен кіріп келе жатқан жаңағы ер адамға папа деп жүгіре мойнына асылды. Баласын мейірлене сүйген әке күлімдеп тұрған әйеліне келіп маңдайына сүйіріп бауырына басты. Үшеуі орындыққа жайғаса бергенде даяшы жігіт келіп жаңағы жігітке қарай, бастық, қандай тамаққа тапсырыс бересіз? Айгүлге күле қараған жолдасы жаттығу залында жүріп қарны ашқанын айтты. Шашлық әкелуін өтінді. Алдына келген тамақты жеп бола салфеткамен қолдарын сүрте Айгүлдің жолдасы сөз бастады. Жаным, біз қалаға келгелі жұмыс деп жүріп ауылды ұмыттық. Бармағалы 6-7 жылдай болыпты. Телефонмен хабарласып сөйлесіп тұрсақ та, барып қайту бөлек қой. Аян қалаға келіп емделіп кеткен соң, қайынанам мен Аянды да көрмегелі 5 жылдан асты. Осы кафенің жұмысы жүрсін деп қызу тіршілік жасап жүргенде жақындарымызды ұмытыппыз. Егер сен қарсы болмасаң, өзімізге демалыс алып ауылға барып қайтпадық па? Айгүл жолдасына сүйсіне қарап, басын изеп келсе, ұлын еркелете сүйіп қояды. Ертесінде ауылдағы туыстарына керекті заттар ала, таңның атысымен жолға шығып кетті. Сиырларын сауып, үйіне кіріп бара жатқан сары келіншек есік алдына тоқтаған сырты жылтыр қара машинаны көріп, үйіне асыға кіре, ата-апасына күйеуіне жеткізіп, бәрі шұбырып далаға шығады. Осы сәтте Айгүл ұлын ерте жолдасы үшеуі машинадан түсіп жатқан болатын. Сыртқа шыққан ата-апасы үстінде әдемі пальто киген, жарасымды боянған келінін бұрынғы кейпінен танымастай өзгеріп кеткен ұлдарын көріп аң-таң болып қарап қалады. Жандарына келіп, ата-апасы беттеріне сүйіп амандасып жатты. Жанарлары жасқа толған екі қария Айгүлдің етегіне жабысып тұрған немересін еркелете шақырып қояды. Мәди, болама дегендей басын көтере шалқайып анасына қарай. Айгүл ұлына көзімен ымдап бара ғой деп ишарат білдірді. Немересі жүгіре ата-апасының мойнына асылып жатты. Бала тәтті, немере одан да тәтті деп искеле немересін көтерген қария ұлы мен келініне далада тұрмай үйге кіріңдер деп бұйыра сөйлеп қояды. Бір-бірімен амандаса үйге шуылдай кіріп жатты. Шағын үйге кірген Айгүл жан-жағына қарап шықты. Өзі келін болып түскендегі үйде ештеңе өзгермеген. Бәрі қас қалпында. Әр затқа бір қарағанда сол кездердегі жағдайды есіне салып жатқандай көрінді. Өзі ең алғаш ұйықтаған бөлмеге кіріп, киімін ауыстыруға ескі қоңыр шкафты ашып көрді. Сол кездері киген қызыл қалаты мен ақ орамал ілулі тұр. Өзінің жайлы сезінгісі келді ме, сол қалатпен орамалын тағып алды да абысынына көмек беруге ас үйге кірді. Сәл уақыттан соң дастархан жайылды. Ауылдың құрты мен бауырсағы, сепараттардан тартқан сүттің қаймағы бөлек қой шіркін. Үстелге қоя, ісі тәбетіңді ашатын. Шай ішіп отырып,
Атасы екінші ұлына қарай, ертең қойды өріске жібермей, семіз біреуін алып қал, балаларға азық болсын. Бүгін үлгермейсіңдер ғой. Балалар шаршап келді. Әрі анаңда үйдегі етті аса берейін деп отыр. Жақсы әке, айтсаңыз болды. Кешкі астан кейін ешкімнің әдеттегіндей ұйқыға жата қалғысы жоқ. Балалары келіп, көңілдері көтеріңкі отбасының еркектері өздері бөлек әңгіме, әйелдері бөлек әңгіме бастап кеткен еді. Айгүл ата-енесі, ағасы, абысына әкелген заттарын таратып шықты. Бәрі риза болып, өз заттарын көріп жатты. Енесі қолына алған оюлы шапанды ары-бері төңкеріп көріп, ризашылығын білдіре: "Несіне әуре болдың қызым? Өздерің келсеңдер де жетіп жатыр ғой бізге. Не бір ауыз ескертпедіңдер?" деп күле. "Мама, ескертетін болсақ сюрприз болмай қалатын еді. Игілігіңізге кеңіз." Жәнібек әкесі мен ағасына қалай кафе ашқанын, күніне 2 жұмыс істеп, біраз дүниені басынан кешіргенін әңгіме етіп жатты. Ал Айгүл енесі мен абысынына өзінің қызықтарымен бөлісіп отырған еді. Біраз әңгіменің басын қайырғаннан кейін ұйқылары келіп, күбірлеп сөйлей, әркім өз бөлмесіне қарай кетті. Таңертең сарайдағы әтеш барлығын оята бастаған соң, Айгүл мен абысына тұрып жатқан еді. Айгүл таңғы ас дайындауға кірісті. Абысына сері сауыға кетті. Таң атып күн терезеден түсе, бәрі тұрды. Айгүлдің милиция қайнағасы қойды өріске жібермес бұрын сарайға келіп, ұзақ қарап, басы қара, денесі сары қойды ұстап алып, қалғанын қойшы жігітке тапсырып жатты. Таңғы астан кейін қызу жұмыс басталып кетті. Жәнібектің ауылға келгенін естіп, достары да біртіндеп жиналып жатты. Осы ауылдың тамадасы Айгүлді алып қашқан дәу-қара бастап, бір топ жігіт есіктен кіре, төрде пышақ қайрап отырған Жәнібекке таңдана қарап амандасты. Бұрынғыдай ойласа керек. Дәу-қара қалжыңдасып, Жәнібекті қолымен айқастыра жерге жықпақшы болып көтеріп көріп еді, шамасы жетпеді. Айгүлдің жолдасы сол дәу-қараны бір қолымен жерге көтеріп жыға салды. Достары қолпаштап, Жәнібектің арқасынан ұрып жатты. Ауылдағы жігіттер сол баяғы қалыптарынан өзгермеген. Айгүл алғаш келін болып түскенде көзіне ең әлсізі күйеуі сияқты көрініп қорланып еді. Енді Жәнібегіне ешкім тең келмейтініне көзі жетіп, көңілі марқайып қалды. Басқалары да осыны сезсе керек, сөзге тарта: "Осылайша қалай өзгердің? Не түрткі болды?" деген достарының сұрағына көзін Айгүлден алмаған Жәнібек: "Мен қатты ғашық болдым" деп қысқа ғана жауап берді. Қой сойып 2 күн ауылда болған Жәнібек пен Айгүл келесі күні ата-аналарынан қоштаса, ауылдың сарқытын толтыра алып, Айгүлдің анасы тұрған ауылға аттанды. Ата басы қалаға барып тұратындарын айта қимай шығарып салды. Бірнеше сағаттан кейін Айгүл анасы інісімен де жүздесті. Сылты жылтыраған машинадан Айгүл ұлы мен Жәнібек үшеуі түсіп, анасы мен інісін құшақтап амандасып жатты. Толық адам танылмастай өзгерген, бұрынғыдай емес, стильді киінген Айгүл мен жігіттің сырттан көрген Болаттың әйелі таңданып, іштей қызғана. Бақытпен бірге ауылға барғанда, анау бір дәу қара ел қайным үйленетін қыз жоқ деп осаншықты көрсеткенде, мына жетім қызды алып қашсын деп көршінің қызын мен ұсынып едім. Мынандай болып өзгерер деп кім ойлаған деп ернін тістеп Роза қарап тұрған еді.